құрметті қазақ елі, біз Ақмола Көкшетаудың жігіттері Маңғыстауды, Атырауды барлығын қолдаймыз. Алаңға кіргізбей тұр. Біз қазір осы Көкшетау елінің жігіттері қаланың әр бұрышында группа болып жиналып тұрмыз. Талап ететініміз қамаудағы жігіттер шығарылсын, ұстап әкетіп жатқан газ, бензин, тамақ, көмір арзандатылсын, қымбатшылық тоқтатылсын, қан төгілмесін. Өздерің ушықтырмаңдар, билік. Заңды бұзып атқан жоқпыз ештеңе ешқандай. Біреудің еліне бар жұмыс істеймін, өз елімізді нанымызды табайық. Шетелге бар, ona Ресейге бармай. Өз елімізде табайық нанымызды. Бәрін тоқтатыңдар, болмайды. Қазақтар бір-бірлеріңе жау болмаңдар, қазақтар бір-бірлеріңе жау болмаңдар. Бауырлар государство. Шығайық. Мы не нарушаем закон, мы хотим, чтобы было все дешево у нас в нашем суверенном государстве. У нас все ископаемые полезные есть, у нас золото, нефть, ртуть, көмір, бәрі-бар, и на все у нас дорого. Надо на все снизить цену, мы не требуем дивиденды, мы просим хотя бы, чтобы снизили цены, хотя бы, чтобы для нашего государства, для нас было все доступно. Мы уже не живем, мы уже выживаем, это наше терпение. Терпение у нас на исходе, везде мы собираемся, мы готовы высказать свое мнение, мы не нарушаем закон, мы просто хотим выразить свое мнение согласно Конституции. Молодец.